Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сендермен 5-ші сыныптың 22-ші бетіндегі жұмыс дәптерін талқылайтын боламыз. Мен мұнда алдын ала барлығын орында қойдым. Сендермен негізгі белерін түсіндіріп өтсем. Бірінші тапсырма өте оңай. Қайсы екенін қоя салу керек, қай жерде екенін оны орын жазбадым. Екінші тапсырмада read the text again, choose the correct words, яғни тексті оқып отырып, дұрыс жауаптарды таңдаймыз. Мен алдымен сіздерге текст аударып берейін. Содан кейін дұрыс және бұрысын таңдайтын боламыз. Pencil Museum is in the quiet town of, яғни Кешуик деген Лондонның 400 км жерде орналасқан қарындаштар музейі. Бұнда мыңнан астам қарындаштар бар. Кейбір қарындаштар өте ескі және де өте биік. Мына қарындаштың 8 метр биіктігі. Бұнда тағы информациялар бар, сурет, өнер туындылары туралы, және соны өнерді жақсы көретіндерге арналған орын. Бұл өте кішкентай музей, бірақ өте танымал. Бұнда жылына 900 мыңнан астам туристер келеді. Бұнда магазин бар және де қасында жақсы жерде кафе бар, және ресторан жоқ. Екіншісі The British Museum, яғни Британиядағы музей. Бұндағы музейде Холборн атты неде орналасқан, өте шулы Лондонның өте шулы бөлігін. Бұл өте биік. Бұнда 8 миллионнан астам әртүрлі өнер заттар қойылған. Өте танымал және ескі музей. Бұнда 5-8 миллионға жуық турист келеді жыл сайын. Бұл өте балалар үшін және де отбасылы балалар үшін өте танымал, өте жақсы, күшті жер. Бұнда 4 магазин және 2 үлкен кафе, 1 ресторан орналасқан. Мұнда алдын ала сіздер үшін белгілеп қойдым. Үшінші тапсырмада read the text again. Тексті қайтадан оқып, қайсы Pencil Museum, қайсы British Museum екенін таңдаймыз. Мен оларды да таңдап қойдым. Және 4-ші тапсырма answer the questions, сұрақтарға жауап бересің, қысқа нұсқа. 5-ші яғни сөздерді сәйкестендіресіз. Мен барлығын сәйкестендіріп қойдым. Сіздерге ұнаса каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Комментарийға өз ойларыңызды жазуға болады. Және де егер сұрақтарыңыз болатын болса, менің телеграм каналыма жазылуға болады. Сол жерге сұрақтарыңызды жіберіңіздер. Әзірше сау болыңыздар.